Мыналар тайлы таяғын сүйретіп қайда бара жатыр? Бір жақта біреу тұз төгіп қойған ба? Той дегенде домалайды қубасты дейін десем, арқалап алған дорбаларын көрмейсіз бе? Мына кішкентайларға не жоқ? Улап-шулап қайдайын келіп барасыңдар деп сұрадым біреуінен. Анау көз ұшында бұлдыраған Үшкіртауға бара жатыр екен. Бір керемет күтеді-ау шамасы. Жаяу жалпы тұра шапқан мына жұртқа қосыла кетейін десем, оларға дейін 30-40 минут жүру керек дейді. Сосын ана таудың ұшар биігіне көтерілгенше қан сорпам шықпай ма? Қой, шамасын білген бай болар. Мынандай шатылдармен-ақ барайын. 2 тұмсықты автобус. Алдыда алды, артыда алды, алдында да рөлі бар, артында да рөлі бар. Олардың бар ғой, шопырына дейін бақытты ма деймін. Шатылдың қай жағына отырғысы келсе, сол жағына отырып тарта береді. Мынаны қараңыздар. Көліктің ішін жылан-жылағандай етіп тазартып жатыр. О заманда бұл заман автобустың еденін шаң сорғышпен тазалағанды көргеніңіз бар ма? Алматыдағы Көктөбеге баратын автобустарды дәл осылай шаң сорғышпен тазартып жүрген біреу 2 секундтың ішінде көз алдынан көлбектеп өте шықты. Мәссаған, Монсен Мишель дегеніміз осы екен ғой. Қандай кішкентай, қиян-жаян су ортасында бұл тобықтай арал қалай пайда болған? $600 миллион жыл бұрын ғаламат зор отты шар кенеттен жер қойнын жарып шығып, дәл осы төбеге құлаптымыз. Ғасырлар өте келе отты шар құлаған жерде бүгінгідей гранитті жартас қалыптасыптымыз. Жартастың шынымен де 600 миллион жыл бұрын пайда болғанын ғылым жоққа шығармайды. Бірақ арал отты шардан емес, жер қыртысының төменгі қабаттарындағы жоғарғы температура мен қысымның әсерінен қалыптасқан гранит тас жер қозғалыстарының әсерінен жоғары көтерілген дейді. Осы дәуірінен кейін су ортасында қалыпты. Қайсы тұжырымды қабылдайсыз, өз еркіңіз. Маған бәрібір. Қалай пайда болса, олай пайда болсын. Мен үшін ең бастысы Монсен Мишельдің қайталанбас ғажап архитектурасы және оның табиғатпен үйлесімі. Ондағы орта ғасырлық тарих пен руханияттан сыр шертетін жәдігерлер. Ғасырлар бойы сақталып келген дәстүрлі әрекеттер. Бірақ бір сұрағым бар. Етекте жер құрып қалғандай шыңның құзар биігіне шіркеу салу кімнің ойына келе қалды екен? Жетінші ғасырдың басында Ла-Манш бұғазы суының ортасында Монтом деген алақандай ғанды тау болыпты. Обер деген епископ қаннен қаперсіз құлшылығын жасап, өзімен өзі өмір сүріп жатыпты. Күндердің бір күні ғарыш соғысының қаһарман қолбасшысы қасиетті Михаил епископтың түсіне енеді де тау шыңының құзар биігіне ғибадат сарайын сал деп бұйырыптымыз. Дегенде Обер бұған көңіл бөлмейді. Екінші рет түсіне енгенде де елеусіз қалдырады. Бұған ашуланған қасиетті Михаил үшінші рет түсіне еніп, айтқанымды неге орындамайсың деп шекесінен нұқып қалғанда, епископтың маңдайына қаһарман қолбасшы саусағының ұшы тиген орын шұңқыр болып қалыптымыз. Осыдан кейін барып Обер бұл аянның тегін емес екенін ұғып, Монсен Мишель шіркеуінің құрылысын бастап кеткен екен дейді. Монсен Мишельден шамамен 20 шақырымдай жердегі Авранш қаласында бір шіркеуі бар. Сонда маңдайының тесігі бар бас сүйек сақталған. Рас болса, сол Обер епископтың бас сүйегі дейді. Кім білсін, рас болса рас шығар. Бас сүйекті зерттеген ғалымдар ол тесіктің қандай да бір аурудан пайда болғанын дәлелдеп бағуда. Алайда діни сенім иелері епископтың бас сүйегіндегі тесік қасиетті Михаил саусағының ізі екеніне шүбәсіз иланады. Солтүстік батыс Британия менен Нормандияның тура шекарасына орналасқан мынау біздің арт жағымыздағы көріп тұрған Монсен Мишель аббатствосына келіп тұрмыз. Бұл араны менен гөрі Жанар өте жақсы біледі бұл араның тарихын. Сондықтан Жанар маған бүгін көмектесетін болады. Тарихы 8 ғасырда басталады. Үлкен шіркеуі салынады 12 ғасырға дейін. Одан кейін төбеде тұрған қасиетті Михаилдың скульптурасымен бірге ең жоғарғы деңгейі 16 ғасырда жасалып бітірілді.
мұхит суының ортасында тұрған арал мен құрлықтың екі арасын жалғайтын мына көпірдің құрылысы 2014 жылы ресми түрде ашылып, бұрынғы топырақ жолдың орнын алмастырды. Ұзындығы шамамен 2,5 шақырымдай. Су тасқыны кезінде де аралға кіруге мүмкіндік беретін бұл өткелдің жобасын неміс инженері Дитер Янч жасапты. Көпір теңіз толқындарының әсеріне төзімді, уақытқа шыдамды, болат пен бетоннан салынған. Су мұхиттың шетіне қарай лықсыған кезде мына Мон-Сен-Мишель судың ортасында қалып қалады дағы. Мына көпір болмаса, адамдар бара алмай қалады. Мон-Сен-Мишель мұхит суының ортасында тұр. Мұның ерекшелігі, ғажаптығы да сонда. Қасиетті Михаил тауы қақпасының табалдырығын аттай бере, уақыт сандаған ғасырларға тер шегініп кетеді. Қаншыншы ғасырдағы үйлер бар? Иә, 11-ші ғасырдағы үйлер, ағаш үйлер. сол қалпымен тұр, ағаштан салынған үйлер, иә. Бұл реставрация жасап қояды ғой, әне. Он 19-шы ғасырдан бастап алтын жұмыртқадан жасалған алтын омлеттің дәмін татқыңыз келе ме? Мархабат. Мон-Сен-Мишельдегі Ля Мерпулар мейрамханасына келіңіз. Бірақ алдымен омлеттің бір күлшесіне 50 евро төлеуді қалтаңыз көтере ме жоқ па, таразылап аларсыз. Жоқ, түсінсем бұйырмасын. Осылар миллионер деген сөз бен пенсионер деген сөздің айырмасын ұқпайды ғой деймін. Жа, оны қойшы, одан да бұл нағылған алтын омлет, соған тоқталайын. Бәрін бастаған мына Құдай тілеуіңді бергір мадам Пулар. 1888 жылы 2 жұмыртқа мен 1 қасық майдан ерекше омлеттің рецептін ойлап тауып, ғибадат етуге келгендерді тамақтандыра бастапты. Сол кезден бері ауызға салса еріп кететін, үлпілдеп тұрған, үлбірек омлетке бәрі ғашық. Неге сиқыры бар? Кім білген? Рецептінің кілті 7 қат жер астында. Бір білетінім, мұндай омлетті жер шарын 7 айналып іздесеңіз де таппайсыз. Ол замандағы пеш табасы тұр әнекей. Қазір көрейік, иә, оны қалай пісіреді? Омлет жасайтын мүйіздердің бәрі ар жақта. Майды қыздырып алды. Біздің ата-бабамыз осындай технологиямен тамақ жасап ішкен деген әңгіме ғой бұл. Соны ұмытқандар деген сөз ғой. 19-20-шы міне енді 21-ші ғасырда да осылай істеліп жатыр. Одна и та же технология. Қалай тарихтарын құрметтейді, иә? Иә. Әй, атасынан айналайын, қайда қалмаған 50 евро дейсің, өмірге бір-ақ рет келесің, не де болса бұл шіркіннің дәмін татайық деп, ресторанына ентелеп кіріп бармаймыз ба? Қайдан? Қуып шықты. Столға Алматыдан шықпай тұрып резервация жасап қоймағаныма қатты өкініп қалдым. Мынау сувенир дүкендері болар. Иә, ана жерде әдемі нелері бар. Мынау сатылады ма сонда? Бұл кәдімгі Суретін алып берейін ба? барып бүкіл Алматыны қырып салып жүрмейін. Дұшпан жоқ менде, Құдай сақтасын. Мон-Сен-Мишельде жеке гид жалдау құны 400 евро тұрады. Тегін көмек көрсетіп жүрген жанарға 89 евро тұратын мынандай тапанша немесе 46 евро тұратын мынандай катапульт ойыншық алғызу үшін ұят деген сезімнен мүлдем мақрұм болу керек шығар. Міне тағы бір тамақтандыру орны. Осындай кіреберіс жолында көптеген шағын тамақтандыру орындары бар екен. Мінекей алкоголь сусындары да сатылып жатыр. Бағалары қандай қымбат, 29 евро дейтін печенье. Анау сидырлары 7,90 евро. Мон-Сен-Мишель аббаттығы әлемнің басқа да түкпірлеріндегі христиандық монастырлық кешендерден мүлдем бөлек дүние. Бұл бүтіндей бір ұлт болмысының, санасы мен рухының, мәдениеті мен тарихының, құндылықтарының табиғатпен үйлескен ғажайып көрінісі, және ұрпақтан ұрпаққа жалғасатын ұмытылмас мұра.
Жаратылыс атаулының сырын ұғуға құштар журналист үшін мұндай атмосфераға ену ғаламат сезім сыйлайтыны анық. Дәп сол күнгі көңіл күйімнің тым жоғары температурасын өлшейтін құрал әлі ойлап табылған жоқ. Селдеген сезім толқыны анау жарқырап аспанмен тілдесіп тұрған қасиетті Михаилдың мүсінінен де биік болғанына сенуіңізге болады. Қандай сәттілік. Аппақ ақ шағала келді де қонаға. Ғажап. Бері қарасайшы енді болмаса. Тоңқайып құйрығымды ғана көрсетпей. Қарамасаң қазір өзім барамын. Қасыңа, бірақ сен ұшып кетесің ғой. Ұшып кетпей тұра тұршы. Мен қасыңа барғанша. Ақ шағала. Оппа! Сұрып алайын. Қайта келсең. Оппа! Керемет, рахмет. Позировать еткенің үшін. Ой, рахмет, ой, көп жаса. Ай, сұлуынай, мына шағаланың сұлуынай. Монсен Мишеннің 350 баспалдағы менен жоғары қарай көтеріліп келе жатырмыз. Кеудем сырға толып, көп нәрсені баяндағым кеп келе жатыр. Бірақ ендігіп сөйлей алатын түрім жоқ. Керемет. Ғажап. Айтарға тіл жетпейді. Қалай мынаны мен сіздерге көрсетпеймін. Мына көріністі. Не деген мәдениет, не деген өнер. Және бұл мәдениет сонау 6-7 ғасырлардан бастап дамып, орта ғасырларда жалғасын тапқан мәдениет қой. Мына ғажайыпты көру үшін бүгін түс кезінде біздің делегацияға беретін қонақасыға бармай қалдым. Өйткені үлгермейтін болдым. Сан-Мальоға барып түстенуіміз керек еді. Делегация мүшелері өздері кетті. Ал біз Жанар екеуміз осында қалып, есесіне бретондардың ұлттық галетін жедік. Ал енді ас болсын. Ас болсын, тәте. Приветка, мен сіз жем. Бретондардың ұлттық тағамынан ауыз тиейік, дәм татайық. Менің табағымнан да дәм татып көріңіз. Бізге ерекше енді бұл қызық болып тұра ғой. Мынаның ішінде мидий де бар екен, креветки де бар екен, мидийдің неше түрі бар екен. Кальмар бар ішінде көрдіңіз. Бретондар галетті міндетті түрде сидырмен береді екен. Боптен теше деп, француз жерінде отырып, Қазақстан үшін бір тостақ бретон сусыны соғыстырып алып қойдық. Монсен Мишельдің қабырғасындағы жолменен жүріп бара жатырмыз қазір. Мынау мінекенді қойды. Не ойланып кеттің, Жанар? Ақырындап тартылып баратыр. Қазір күз ғой. Су тартылып бара жатыр ма? Су тартылып баратыр. Көктем болған кезде тез келуі, тез тартылуы құбылысы болады. Апрель айында 20 км сағатына жылдамдығы. Тез тартыла ма сонда су? Сонда 20 км сағатына, сонда бұлар айтады, аттың шабысымен тең деп айтады. Сондай жылдамдықпен тартылып кетеді. Сол кезде адамдар кейде ана жерге барып қыдырып жүрген адамдар екі ортада қалып қалады да, төбешіктерде. Мүмкін мына жақта вертолет тұрышып жүреді, құтқаратын. Сол үшін айтады ғой олар, кетсіз қайда бармаңдар дейді. Судың ішінде қалып қалуы мүмкін. Соны кейін мына балшықтар тартып кететін жерлерде болады дейді ғой. Әрине, себебі деген күнде 2 рет тартылып, 2 рет қайтады ғой. Сондықтан ананың кейбір жерлері өте жұмсақ. Мынау Монсен Мишельдің көпір жағы екен, құрлықпен жалғап жатыр енді. Ал енді мына су түнде көтерілген кезде тәте көпірдің астынан өтіп тура бірдей болып қалады да. Тек көпірмен ғана адамдар өте алады, бірақ тарихи бұның мағынасын сақтайық деп түнде көпірден ешкім өтпейді. Сан-Мишельде тыныштық. Жаудың ала алмағаны бұл бекіністі. Шамасы сол судан келе алмағандықтан болар, Соны ойлап әдейі істеген ғой. Түнде бізге тисе алмасын, ал күндіз болса өзіміз қорғанамыз деген ғой. Сөйтіп ойлап салған ғой. Айналасын қоршауын көрдіңіз ғой, қалың қоршауын.
Барселонадағы Антонио Гауди жобалаған әлемге әйгілі Саграда Фамилия шіркеуінен кейін көріп тұрған ең сәулетті құрылыс осы Монсен-Мишельдің шыңына тұрғызылған аббаттық. Көрер көзге құжынаған туристер болмаса, айтпақшы мұнда жылына 3 миллионнан астам турист келеді. Онда бар болғаны 11 монах пен 25 жергілікті тұрғын ғана тұрақты өмір сүреді. Бұған аздаған мысықтар қоғамын қосыңыз. Соған қарамастан, аббаттықтың мері, дінбасы, поштабайы, муниципалдық полициясы және қоқыс шығаратын қызмет орны жұмыс істейді. Етек пен беткейдегі жердің асты мен үстіндегі нысандарды шарлап біткесін, құз басындағы монахтар тұрағы шіркеу тіршілігімен танысуға бет алды. Мынандай ойығы отырып демалатын жері бар, қандай жақсы болды. Керемет енді мына жерден көріністің өзі өте бір қайталанбайтын көріністер. Аббаттыққа билет алып кіресіз, құны 13 евро. Билет сатылатын касса залында қасиетті Михаилдың мүсіні бар. Бұл шіркеу биігіндегі алтын мүсіннің мәрмәр көшірмесі. Бағанадан бері қасиетті Михаил тауының етегі мен орта беткейіндегі 200-дей баспалдақты ғана еңсердік. Енді таудың құзар биігіне орналасқан шіркеу ішіндегі 150 баспалдақпен көтерілу керек. он төртінші ғасырда ағылшындар осы Нормандияны басып алған. Британияның бір бөлшегін басып алған, бірақ екі ортада тұрған жалғыз осы Сан-Мишельді ғана басып ала алмаған, биік тауда тұрған себептен. Ақылын замандарда ағылшындар мен француздар арасында 100 жылға созылған қиян кескі шайқас болғаны тарихтан белгілі. Небір қан құйлы шабуылдарға төтеп берген тау шыңындағы әскери архитектураның осынау үздік үлгісі ұлт рухының символикасына айналып, ұрпақтар жадында мәңгілікке қалып қойды. Мына менің арқамда сіздер Ла-Манш бұғазының суын көріп тұрсыздар. Ол қазір бұғаздың ортасына қарай тартылып бара жатыр. Түнге қарай қайтадан бер қарай лықсып су басып қалады. Осы аббатствоның төңірегінің барлығын тек енді құрлықпен араны көпір ғана жалғап тұр. Анау көріп тұрған тәтей кішкентай арал 8-ші ғасырда, мынау Сан-Мишель жоқ кезде осы тау сондай ғана кішкентай ғана арал болған. Сондай аралдың үстінен басталып салынған. Әзірге Тромблин аралы туристерді сирек құстар мекендейтін қорық ретінде ғана қызықтырады. Көп кешікпей бұл арал да Францияның тағы бір ғажайыбына айналып жатса, таң қалмаңыздар. Сан-Мишельдің макеті. Адамдар 10-шы ғасырдан бастап келе бастаған ғой тағзым етуге. Сол кезде бұлар айналасында адамдар келіп өмір сүрген. Бірақ қазір ондай адамдар көп өмір сүрмейді. Қанша отбасы қалды деді мұнда? Қазір 11 отбасы қалды. 2021 жылы 25 адам қалды деген. Қазір енді одан да аз қалған шығар. Ал 14-ші ғасырда 100 жылдық ағылшын соғысы болды ғой. Сол кезде мынау нені салған, ең соңғы астындағы қабатын қорғанысты салған, көрдіңіз ба? сонда су осы жерге дейін лықсып келеді ме? Мұхиттың суы келеді. Түнде келе алмайды ешкім. Күндіз соғысып қарсы тұрған ағылшындарға 100 жыл шабуыл жасап ала алмаған. Мына жақ қой табиғи қорғаныс болып тұр, көрдіңіз бе? Мына жақ жар екен ғой. Иә, жар ғой, табиғи қорғаныс болып. Негізінде басында бұл жартас болған дейді ғой өзі. Осындай. Осындай жартас болған ғой. Мына жағында қазір тіршілік жоқ екен ғой өзі. Ар жағында ғана болған тіршілік. Осы жақтан жаңағы қабырға. Сонда осының диаметрі 1 шақырымға да жетпейді екен, иә? Біз сонда қазір мынау аббатствоны айланып шықтық па өзі? Иә. Былай кірдік те былай айланып, қазір деген шіркеудің ішінде тұрмыз. Бірақ мыналар өте қарапайым шіркеу, монахтарға арналған шіркеу. Иә, мынау православтардың да, католиктердің де талай шіркеулерін көріп жүрмін. Олар керемет безендірілген. Ішіне кірсең шыққысыз мұражай сияқты. Мынау шыннан да қарапайым екен. Мына жерде бұл шіркеу Иерусалимменен бауырласпыз деп жазып қойыпты. Бауырлас болса бауырлас шығар, бірақ дүниежүзілік маңыздылығы жағынан, деңгейі жағынан Иерусалимдегі Иисус Христостың шармыққа асылған жеріндегі шіркеуменен, сосын Иерусалимдегі Әл-Ақса мешітіменен өзін салыстыра алмайды маңыздылығы жағынан. Бұл енді Европаның католиктерінің ғибадат орны деп айтуға болады. Дегенмен де бұлар да қазір тырысып жатыр екен. Иерусалимдегі мешіт секілді, Мекке секілді дүниежүзілік ғибадат орнына
айналдырамыз деген бұлардың өздерінің ниеттері бар екен. Сонау орта ғасырларда бүгінгідей техника болмаған кезде осындай биік қабырғаларды қалай тұрғызған десеңізші? Салмағы ауыр тастарды құзбасына немен көтеріп шығарды екен? Шіркеудің ұшар биігіндегі қасиетті Михаилдың мыстан соғылып, таза алтынмен қапталған мүсінінің салмағы 520 килограмм. Тұғырымен қосқандағы биіктігі 170 метр. Эммануэл Фремье деген сәулетшінің 1897 жылы жасаған туындысы. Париждегі Нотр-Дам мен Сент-Шапель сияқты тарихи ескерткіштерді қалпына келтіруде маңызды рөл атқарған Филипп Мондюй деген атақты француз қолөнер шебері естеріңізде ме? Міне соның тәжірибелі дәнекерлеушілері мен білікті құрылысшылардан құрылған командасы алғашында сонау құс қанаты аталатын шіркеу мұнарасының ұшына мыс конструкцияны бөлшектеп жеткізіпті. Сосын биіктікте құрастырған. Ол заманда тікұшақ деген ұғым мүлдем болмаған. 2016 жылы мүсінге реставрация жасалғанда тікұшақ пайдаланылды. Енді 50 жыл қалпынан айнымайтындай етіп, қайта алтынмен қапталды. Бұл жұмысқа Франция 450 мың евро қаражат жұмсады. Рефекторий – монахтардың тамақтанатын және рухани ойға шоматын орны. Тыныштық тұнжырай қалған сәтте ұзындығы шамамен 30 метрдей болатын залдың бір басынан сыбырлаған дыбыс екінші басына анық естіледі. Акустикасы керемет. Монахтар табиғат ырғағымен өмір сүреді. Таң жарығымен оянып, қас қарая жастыққа бас қояды. Сондықтан рефекторийде электр жарығы жоқ. Қарама-қарсы қос қабырғаның жоғарғы жағынан ерекше әдіспен жасалған терезелерден жұмсақ әрі тарамдала төгілген табиғи нұр тыныштықтағы тылсым рухты әлдейлеп, жанға жайлы атмосфера қалыптастырып тұр. Ал электр жарығының жасанды жарқылы бұл күйді бұзып, қарапайым да әсерлі түпнұсқалық архитектураның сұлулығы мен орта ғасырлық келбетінің шынайы қалпын солғындата түсіреді. Клоатр – монастырдың ең тыныш әрі рухани мәнге ие бөліктерінің бірі. Монахтар бұл арада медитация жасап дұға оқиды. Нәзікте әсем аркалардың үйлесімі мен бағаналардың симметриясы рухани тепе-теңдікті баяндап тұр. Ашық аспан астындағы шағын алаңды айнала орналасқан клоатр монахтардың рухани оқшауланып, Құдайға жақындай түсетін қасиетті орны болып саналады. Осынау архитектуралық шедевр, орта ғасырлық сәулет өнерінің керемет туындысын тамашалай жүріп, өзіңіз де бір сәт рухани әлемге саяхаттап, жан тербеткен жібек сезімге бөленеріңіз хақ. Монсен-Мишель дүниежүзі католиктерінің ғибадат орны ғана болып қойған жоқ. Адамзат төзімділігін сынға алған зұлмат кезеңдердің де куәсі болған орын. Аббаттықтағы монастыр 1791-1863 жылдар аралығында нағыз азаптау түрмесіне айналған. Бүгінде есігі тарс жабылған мына тас қабырғалардың ар жағындағы тар, суық, қараңғы, қапырық камералардан бір замандарда ауыр азап шеккен тұтқындардың бір жұтым ауа хазар болып, аштан бұрала ыңыранған әлсіз дыбысы әлі құлағыңа келетіндей. Жан түршігіп, төбе шашып тік тұрады. Өздеріңіз көріп отырған мына зор дөңгелекті тұтқындардың иығына артылған арқанмен айналдыртып, шың басына азық түлік көтерген деседі. Дөңгелек маңайында оссуари болған екен. Диаметрі бар болғаны 1 шақырымға жетпейтін аралда орын тапшы болғандықтан, орта ғасырларда жерленген адамдардың мәйітін белгілі бір уақыт өткеннен кейін қайта қазып алып, жаңа қайтыс болғандарға орын босататын болған. Жерден қазып алған қаңқа сүйектерді оссуариде сақтаған. Қазір мұнда оссуари жоқ. Бұл күндері Монсен-Мишельдің діни функциясынан гөрі әскери, архитектуралық және тарихи ескерткіш ретіндегі рөлі маңызға ие. Табанын суға төсеп, төбесін бұлтқа тіреген тобықтай ғана гранит тау ғарыш пен мұхиттың екі ортасында әлініп тұрған жұмбақ түйіншік секілді. Сырын ішіне бүгіп жатыр. Жай дүние әлемдік мұра санатына айналар деймсіз.
осынау ежелгі ұлы құрылыстың құпиясын көңіл көзімен зерделеп, нұрлы әлемін құшырлана, құштарлана сіміргім-ақ келген. Қайдан бір күнде не бітіресің? Ол үшін орта ғасырда салынған анау құстың ұясындай қонақ үйлердің бірінде қажылық жасауға келгендермен бірге асықпай қонып түнеп жату керек. Алақандай жоқ бір күлші омлетінің өзі 50 евро тұратын жердегі қонақ үй ақысының құнын қазақ зейнеткерінің қалтасы қайдан көтерсін? О, Монсен Мишель, сенің жер асты магмасынан жаралған әр түйір тасыңды зерттеген ғалымдардың өзі жұмбағыңа терең бойлай алмай жатқанда маған не жорық? Мен бар болғаны білім мен жаңалыққа ғашық журналистпін. Әйтсе де сенің мөлдір аспаныңда қалқып тұрған биік рухты жан жүрегіммен сезініп қайтып барам. Шөлім қанбай қалды. Бұйырса тағы бір айналып келермін.